Түйе неге су ішкенде жан-жағына қарайды. Бұрынғы заманда түйе әдемі болыпты. Бұтақ тәрізді мүйізі мен ұзын үлпілдек құйрығы болыпты. Бір күні түйе су ішуге өзенге келіпті. Ішіп тұрып судағы бейнесіне қарап, сүйсініп тұрғанда, бұғы жүгіріп келіп: «Маған бүгін қонаққа бару керек болып тұр. Басыңдағы әдемі мүйізіңді бере тұршы», деп жалынады. «Жарайды», деп түйе мүйізін береді. Ол кездері аттың құйрығы болмаған екен. Түйеге ат жүгіріп келіп: «Түйе бауырым, мына қара әдемі құйрығыңды бір күнге маған бере тұршы», деп сұрап алыпты. «Жарайды», деп түйе құйрығын беріпті. Көп уақыт өтті. Бұғы мен ат түйеге алғандарын қайтаруға еш асықпайды. Енді біраз уақыт өткеннен кейін сұраса: «Мен саған мүйізіңді, құйрығың ұзын болып өскенсін қайтарамын», деп мазақ қылды бұғы. «Мен саған құйрығыңды әдемі мүйізің өсіп шыққан соң қайтарам», деп кісінеді ат. Сол уақыттан бері түйе су ішкенде жан-жағына қарап, мүйізі мен құйрығын әкеліп бере ме деп тосып жүр екен.